Неге молоко деп айтамыз, бірақ жазғанда молоко деп жазамыз. Корова деп айтамыз, ал жазғанда корова деп жазамыз. А және О әріптерін қай кезде О деп оқимыз және екпін бұл сөздегі белгілі бір буын басқаларына қарағанда айқын ажыратылады. Екпіннің ережесі жоқ. Орыс тілінің екпін қозғалмалы болады. Екпін сөздің мағынасын түбегейлі өзгертіп жібереді. Мысалы, жазылуы бірдей, бірақ екпіннің арқасында екі түрлі мағынаны білдіріп тұр. Мука ұнды білдірсе, екінші жағдайда мука азап дегенді білдіріп тұр. Зам қамалды білдірсе, екінші жағдайда заму құлыпты білдіріп тұр. Тағы бір мысал, жазылуы бірдей, екпін бірінші буынға түсіп тұр бірінші жағдайда, ал екінші жағдайда екінші буынға түсіп тұр. Бірінші жағдайда дома деп оқимыз, үйдемін деген мағынаны білдіреді. Мальчик дома. Ал екінші жағдайда бұл екінші буынға екпін түсіп тұр. Дама. Сондықтан да біз бірінші буындағы О әрпін А деп оқимыз. Үйлер деген мағынаны білдіреді. Тут много домов. Екпін түскен дыбысты екпінді дыбыс ударный звук дейміз, ал екпін түспейтін дыбысты екпінсіз дыбыс дейміз, яғни безударный звук дейміз. Екпіннің белгісі осылай жазамыз. Енді А және О әріптеріне келейік. А әрпін екпінді болса да, екпінсіз болса да А деп айтамыз. Бірақ екпін түскен А әрпін біз созып айтамыз. Мысалы, акция, ан, яғни бірінші А әрпін түсіп тұрғандықтан біз А әрпін ұзақ айтамыз. Ал енді екпін түспеген А әрпін оқимыз. Стакан, стакан. Екінші А әрпін біз қысқа айтамыз. Это. Енді О әрпіне екпін түскенде О деп айтамыз. Стол, кот, дом, школа. Ал екпінсіз О әрпін А деп айтамыз. Жазылуы окно, айтылуы оқылуы окно. Лето жазылуы лето, оқылуы лето. Вода жазылуы вода, оқылуы вода. Очки деп жазамыз, бірақ оқығанда очки деп айтамыз. Ана жазылуы она, айтылуы ана. Яғни мына О әріптеріне екпін түспегендіктен біз бұл әріптерді А деп айтамыз. Енді тағы бірнеше мысал. Молоко деген сөз бар. Жазамыз. Молоко. Екпін соңғы әріпке О әрпіне түсіп тұр. Соңғы буынға түсіп тұр. Сондықтан да біз бастапқы буындарды А деп айтамыз. Молоко. Көріп тұрғаныңыздай, екпінсіз О әрпін А деп айтамыз. Корова деген сөз бар. Корова. Екпін ортаңғы буынға түсіп тұр. О әрпі. Ал мына О әрпін А деп айтамыз. Корова. Тағы бір мысал. Голова. Екпін соңғы А әрпіне түсіп тұрғандықтан бастапқы буындарды О әріптерін А деп айтамыз. Голова. Қорытындылай келе, А дыбысы екпінді болса да, екпінсіз болса да А деп оқимыз. Ал О дыбысы екпінді болса О деп оқысақ, екпінсіз болғанда А деп айтамыз. Келесі сабақта кездескенше қош сау болыңыздар.